Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше болып шығатын лагманның рецептісімен бөлісетін боламын. Каналымды жоғалтып алмау үшін маған тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай қамыры өте күшті болып шықты. Ең алдымен қамырымызды илеп қоятын боламыз. Суымызға тұзымызды салып, жақсылап қолымызбен өте қатты етіп қамыр илеп алатын боламыз. Лагманның қамырын өте қатты илеген дұрыс. Себебі жақсылап тындырып алғаннан кейін біздің қамырымыз үзілмей, күшті болып жайылатын болады. Қамырымызды илеп алдық, өте қатты болып шықты. Қолымызбен арасын жақсылап тындырамыз, себебі жайған кезде бізде арасында артық қалмау керек. Сондықтан да жақсылап қолыңызбен осылай илеп аласыз. Енді қаттылау кішкене қолымызды алады, бірақ өте ерекше болып шығады. Одан кейін қамырымызды салфанға салып қойып қоятын боламыз. Жақсылап жібейді. Қамырымыз осындай тастай қатты болды. Қамырымыз тынғанға дейін етімізді турап подливын жасаймыз. Етті жіңішке етіп тураймын. Маған етті мариновка жасаған ұнайды, сондықтан да бірінші етімізді маринадтап аламыз. Сол үшін бізге соевый соус және тұз, бұрыш, сол үйдегі бар заттармен етімізді жақсылап тұздап алатын боламыз. Осымен етімізді жақсылап турап алдық. Енді ыдысымызға салып, дәміне қарай тұз, бұрышын саламыз. Одан кейін 2 ас қасы соевый соус қостым. Еттерімізді турап алатын боламыз. Ең алдымен пиязымызды, одан кейін перецтарымызды, редькамызды, барлық керек заттарды астына қалдыратын боламын. Барлығын жақсылап жіңішке етіп, өз қалауларыңыз бойынша турасаңыздар болады. Дәл осылай барлығын турап шықтым. Енді қызып тұрған табамызға қуырып бастаймыз. Бірінші етімді жақсылап қуырып аламын. Етіміз қызарып, жақсылап қуырылғаннан кейін пиязымызды салып, барлығын кезегімен салып қуырып алатын боламыз. Осылай барлығын қуырып жатқан кезде арасында қамырымызды тындырып қоямыз. Қамырымыз дәл осындай болып, қатты болып, әдемі болып шығады. Барлығын қуырып болдық. Ең соңында пекинский капустамызды немесе жай капуста қоссаңыз да болады. Қалаған капустамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің подливымыз қуырылып, жақсылап қуырылды. Енді суымызды құйып, 1 сағат көлемінде пісіріп аламыз. Оған дейін қамырымызды созып, жақсылап жаятын боламыз. Осы уақытта біздің қамырымыз жақсы болып тынып тұр. Қамырымыз жақсы болып тынды. Енді бетіне май жағып, жақсылап
қолымызбен жаямыз. Одан кейін бірнеше бөлікке бөліп қамырымызды созып бастаймыз. Осымен біздің лагманымыздың қамыры дайын болды. Енді қайнап тұрған суымызға салып, араластырып отырып пісіріп алатын боламыз. Бір қайнағаннан кейін ала береміз. Одан кейін салқын суға бір салып алсаңыздар, нанның арасы өте жақсы болып ашылады. Сол себепті салқын суға бір салып аламыз. Қамырымыз дайын, соңында осылай майлап арасына жағып қоямыз. Осымен біздің лагманымыз дайын, өте дәмді, ерекше болып шықты. Қамырымыз арасы езілмей, дәл осылай шықты. Жасап көріңіздер, ас болсын. Каналымды жоғалтып алмау үшін тіркеліп алыңыздар.